көрермендері, менің есімім Ақмарал, менімен бірге тоқыңыздар. Бүгінгі тоқымада мынандай әдемі резинкаларды тоқуды үйрететін боламын. Өте әдемі, пышный, сондай баста әдемі көрінетін осындай әдемі резинкаларды менімен бірге тоқып үйренейік. Менің видеомды көрмес бұрын міндетті түрде лайк басып, подписация етіп, және де басқа қандай видеолар көргілеріңіз келеді, комментария қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде сол темаға байланысты мастер-класстар түсіретін боламын. Енді бізге бұл резинкаға не керек? Қажетті заттарымыз резинка, әрине, қарапайым осындай резинка. Бірақ соответственно жақсы болу керек, мықты резинка түрін таңдаймыз. Сосын жіп керек бізге. Жіпті енді өздеріңіздің қалауыңыз бойынша алуға болады. Және сәйкесінше крючок керек. Осы құрылғыларымызды дайындап, ондай болса жұмысқа кірісейік. Мендегі жіп Алиса Дива плюс жібі. Мен осы жіпке ғашықпын. Әртүрлі заттарды шығаруға болады. Өте сондай износқа стойкий жіп. Жаңағы жылтырақ оттенкісі бар. Бұның құрамы 100% микрофибрадан тұрады. 100 граммға 220 метр. Мен қазір бұны 2,5-дық крючокпен тоқитын боламын. Олай болса, жұмысымызға кірісейік. Ең бірінші біздің мына резинкамызды аламыз да, осыған шетін байлап аламыз. Жақсылап байлаймыз да. Енді осы дөңгелекті кругты айнала отырып, столбик без накида тоқып шығамыз. Крючокке іліп аламыз жібімізді. Мына алғашқысы. Бұлай крючокке іліп алып тоқимыз. Бұл енді столбик без накида ең қарапайым. Сол үшін оның қиындығы жоқ. Осылай бір елкі етіп, жібімізді былай қарай түзеп отырамыз. Біздегі мына жердегі пайда болған столбиктерді бір-біріне жақындатып. Осылай сіздерде өздеріңіздің резинкаларыңыздың бойын айналдыра тоқып шығыңыздар. Бұл біздегі бірінші ряд болады. Мына резинкаларыңыз айналып кетпесін, бір елкі ұстап, осылай. Бір елкі ұстап тоқыңыздар. Столбик без накида. Крючогымызды домалаққа кіргізіп, ар жағынан жіпті тартып алып, мына тұрған петлядан өткіземіз. Жіпті іліп алып, жұмыс жібін тартып, екеуінің арасын өткізіп, петля шығарамыз. Олай болса, әркім өз бетінше тоқып шықсын, осы қатардың соңында кездесеміз. Мен толықтай резинканы қоршап тоқып шықтым. Енді қатардың соңын басымен соединительный петлямен қосамыз осылай. Енді келесі қатарды тоқимыз. Келесі қатарды тоқу үшін 3 петля подъема воздушный петля көтереміз. Бір айта кететін жайт, мына тоқыған кезде әрбір петляға 2 столбик с накидом тоқыдым. Ал мына түрінде, онша қатты пышный емес түрінде, әрбір петляға бір столбик с накидом тоқылған. Өздеріңіздің қалауыңызға сәйкес, сіздерге пышный керек па, или ондай қатты пышный керек емес па, соны анықтап алып, сәйкесінше тоқуларыңызға болады. Мен қазір енді тағы да пышный жасағым келіп тұр. Сол себепті әрбір петляға 2 столбик с накидом тоқитын боламын. Бір накид, 2 накид. Әрбір тұрған петляға, бір петляның өзіне 2 столбик с накидом тоқып, осы қатарын аяғына дейін осылай тоқып шығамын.
кішкене волнистый және де пышный қылып тоқығым келіп тұр. Ал егер де сіздерге ондай пышный керек емес болса, онда әрбір тұрған петляға бір столбик с накидом тоқып шықсаңыздар болады. Сол кезде мынандай резинка шығады. Қатты пышный емес, осындай. Резинка жақсы созылады және баста өте әдемі тұрады. Осы қатарда енді өз еркімізше тоқып шығайық. Мына қатардың аяғына жеттім. Енді мына соңын басымен қосатын боламыз. Соединительный столбикпен. Осындай енді ирек болып шықты. Егер де біреу қылып, әрбір петляға біреу қылсаңыздар, ондай қатты ирек болмайды. Енді бізге мына жерлерін жасау керек. Мынандай жерін жасауымыз керек. Ол үшін 3 петля подъема көтеріп аламыз. Осы жерден бірден бастаймыз. Сәл көтереміз соңғы петляны. Мына жердегі 1, 2, 3 петля ғой міне. Соның мына ортасындағы петляға қазір тоқимыз. Накид кигіземіз. Осы петляға, екінші тұрған петляға 3 накид кигіземіз былай. 1, 2, 3. Мінекей 3. Осыны біріктіріп тоқимыз да. Тағы да жерден воздушный петля алып аламыз. Осы воздушный петляны мына тұрған, мына жаңағы тесіктен кейінгі петлядан кейінгі петлямен, соединительный петлямен жалғастырамыз былай. Сосын мынадан кейінгі тұрған петляға, мынау бізде жаңағы 3 петля подъема болды ғой. Содан кейінгі тұрған петляға столбик без накида тоқимыз. Осы жерден бірден 3 тағы да воздушный петля аламыз. Сәл мына тұрған біздің петлямызды ұзартып, накид кигізіп, екінші тұрған петляға 3 накид кигізіп, 3 накидті бірге тоқып, тағы бір воздушный петля тоқимыз да, мына тұрған екінші петлямен соединительный столбикпен біріктіреміз де, бірден мына жерге столбик без накида тоқимыз. Ары қарай да солай қайталана береді. Әрбір столбикке тоқимыз. Әрбір петляға. Екеу, үшіншісі. Бәрін біріктіріп тоқып, мына тұрған екінші тұрған петлямен соединительный столбикпен қосамыз да, жаңа басталған жерден келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Тағы да 3 петля подъема көтереміз. Сәл ұзартып аламыз соңғысын. Накид кигіземіз да, екінші тұрған петляға 3 накид кигіземіз. 2, 3. 3 накид тоқимыз да, 3-ін біріктіріп тоқып, тағы бір петля воздушный алып, оны ең алғашқы 3 воздушныйдың екіншісімен біріктіреміз соединительный столбикпен. Және келесі тұрған столбиктің петлясына столбик без накидамен қосамыз. Осылай осы рядтың аяғына дейін қайталап шығамыз. Сонда бізде мынандай болашақ тәрізді домалақтар шыға бастайды. Өте оңай. Сіздер де менімен бірге тоқып көріңіздер. Міндетті түрде каналыма лайк басып, подписаться бөліміне тіркелуді ұмытпаңыздар.
және әртүрлі сабақтар бар. Мен көбіне осы Ализа Диба плюс жібін пайдаланамын. Бұл жіппен жаңа балеткалар тоқимын, гүлдер тоқимын, әртүрлі резинкалар. Осылай тоқыған сайын біздің мына жеріміз толқындала береді. Былай міне. Енді өз бетімізше мына қатардың соңын аяқтайық. Қатардың соңында кездесеміз. Бұл соңғы қатар. Міне мен мына соңына келіп жеттім. Тоқыманың соңғы мына несін бөлбеншігін тоқимын. Мінекей. Ең соңғысын тоқып, осы жерден қиып тастаймыз қайшымен. Соңын мықтап тұрып бекітеміз де жіпті жасырамыз. Мінекей. Өте әдемі сондай. Біздің қарапайым мынандай резинкадан мынандай әдемі резинка шығардық. Өз қолымызбен осындай дүние шығарып үйренейік. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде каналыма лайк басып, подписаться етіп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі мастер-класстарда сіздермен кездескенше